Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын пирожныйдың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен ұн мен какаоны осылай електен өткізіп аламыз. Жарты шай қасық тұз, 2 шай қасық ас содасы қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып, осындай массаға келтіріп аламыз. Үстінен қантымызды, сұйық майымызды, жұмыртқа және де сүтімізді құйып, барлығын венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай қою масса болғанда үстінен 1 ас қасық 6% уксусымызды құямыз. Дайын болған қамырымызды формаға салып 160 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Піскенін осылай ағаш таяқшаның көмегімен білетін боламыз. Креміне сгущенка мен сары май қолдандым. Енді бөлме температурасында суытып алған коржымызды осылай әртүрлі пішіндерге келтіріп аламыз. Мен дөңгелек және 4 бұрышты пішінге келтірдім. Кесіп алған корждарымыздың арасына дайын кремімізді жағып аламыз. Кремдерімізді осы корждарымыздың арасына және де жан-жағына толығымен жағып алып, үстінен осылай қалған ұнтақтарын жағып шықтым. Осымен біздің пирожныйларымыз дайын. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер еш өкінбейсіздер, өте дәмді болып шығады. Ас болсын.